Білім орталығы ғылыми кітапханасында Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ректор орынбасары Әбдісадық Алмас Ахметұлының бастамасымен тәуелсіздікке 25 жыл мәңгілік ел ұлттық идея тақырыбында студенттермен кеш өткізілуде. Студенттермен кездесу кеші экономика ғылымдарының докторы профессор Сансызбай Мұхаммедқалиұлы Жентаевтың қатысуымен өтті. Мемлекет тілде оқып жатқан балаларға кейбір кезде оқулықтар жетпей қалады. Сондықтан олармен жақсылап танысып, олардың мүмкіншілігін түсіндіріп, сондай оймен жасалған дүние. Профессор жастарға біліктілігімен бөлісіп, дәріс өткізді. Студенттер де қызықтырған сұрақтарын қойып, ойындағы сауалдарға жауап алды. Сөз кезегін ақын жазушы университетіміздің аға оқытушысы Ақылбек Шаяхмет пен ректор орынбасары Алмас Әбдісадықты алды. Алмас Ахметұлы бұндай кештің студенттер үшін маңыздылығына тоқтала келе, шараның басқа да білікті мамандардың қатысуымен жалғасын табатындығын айтты. Кеште профессор Сансызбай Мұхаммедқалиұлы Жентаевтың жеке кітапхана қорынан қайырымдылық акциясы аясында көрме қойылды. Кездесу соңында студенттер ұнатқан қазына кітаптардан қалағандарын шалып, білім қазынасын қолдарына ұстап, жақсы көңіл күйде тарасты. Тұмарым Бабасанова, Дәуренбек Сираш, арнайы жастар ТВ үшін.